қазір шоу-бизнеске қарап отырып көңіліңіз қалатын сәттер бола ма? Мынау қазіргі жастар немене сахнаға шығып, мауыққан мысықтар ұқсап, көздері аларып, өзін өзі сипап тұрады дейді да. Онымен сен әніңмен, үніңмен халықтың жүрегінен орын алуың керек қой. Сосын осындай бір интервьюлерін тыңдасам кейде қарным ашады сауатсыздықтарына. Сөзі дұрыс айтпайтын сауат. Сонда көрініп тұрады, мықты өнерлі бала шығар, бірақ оқу керек, тілді оқу керек, әдебиетті оқу керек, тарихты оқу керек. Айтар сөзіңді дұрыстап жеткізуің керек. Ол әнші деген ол халықтың айнасы ғой. Сол бүгінгі кумир болып жүрген жас әншілерге қарап, біздің немерелеріміз өсіп жатыр ғой. Ертең бүгінгі күні әнші сақау болса, ертең менің балам да сақау болады ғой. Сосын келеді да бір әнді 3 тілде айтады. Иә. Оның не пайдасы бар? Оның не пайдасы бар? Ол немен еліктейді? Ол жерде ырғақ қана бар, ән ғана бар. Сосын келеді да бір орысшасын қосады, оның арасында let's go деп ағылшынша сен, ол әніңмен сен ағылшындар, батыстың көрермені сені бәрібір қабылдамайды. Сен қазақша әніңмен, қазақша үніңмен ғана өзіңді де, халқыңды да көрсете аласың басқа өзге ұлтқа. Ал сен сапырылысқан үш тіліңмен алысқа шаппайсың.